Осы отырыста президент жуырда ғана тағайындалған әкімдердің бәріне ескерту жасап, ертең Екібастұздағыдай болмасын деді. Тоқаев елде дұрыс жұмыс істемей тұрған 19 жылу электр станциясын шұғыл жаңарту керектігін айтты. Ал Екібастұзда зардап шеккен тұрғындарға өтемақыны кім төлейді? Жылу станцияларында апат неге көбейді? Әріптесім Аягөз Тұрсынбай сабақтайды. КСК физически справиться с этим всем не сможет, персонала не хватит. Екібастұзда төтенше жағдай аяқталғанымен әлі бірқатар үй жылуға қосылмаған. Олардың басым бөлігі жеке секторда. Тұрғындар компаниядан өтемақы алу жағы да оңай болмай тұр деп налуда. Не везде сейчас тепло дали. В частных секторах многие перемерзли эти батареи. Например, у меня на работе полностью отказались от центрального отопления, печку поставили. Никто не менял. Акимата, сами жильцы поменяли. Надо идти писать заявление на имя Акима. Не знаю, будут восстанавливать, не будут. Когда у нас будет тепло? Когда у нас будут горячие батареи? Когда наши дети перестанут болеть? Екібастұздан кейін Қазақстанның бірнеше облысының жылу жүйесінде бірінен соң бірі ақау шығып жатыр. Апат Астананың қақ ортасындағы көп қабатты үйде де болып, тұрғындар сағаттап жылусыз қалды. Риддер қаласы әлі дірдектеп отырса, Семейде жылу станциясының жұмысы тұралап, көп қабатты үйлер мұздап жатыр. Петропавлда да жылу желілерінің 70% ескірген. Қалада ауыз су жиі сөндіріледі. Ал женділер құбырларды қыс ішінде ауыстыруға кірісіпті. Қостанайдағы жағдай да мәз емес. Енді міне Қарағандының құбырлары сыр беріп, бірден 4 ықшам ауданға мардымды жылу жетпей қалған. Мына жер ағып жатыр. Сол төбесінен ба? Президент үкімет отырысында қыс ішінде жылусыз қалған екібастұздықтардың төзімділігін айтып алғыс білдірді. Тоқаев апат әкімдердің жауапсыздығы мен монополистердің жайбарақаттығынан болды дейді. Сондықтан елдегі барлық жылу орталықтарында тексеріс жүргізуге тапсырма берді. Ал энергетика министрі Болат Ақшолақов төтенше жағдай қайталанса, креслосын босатуға дайын екен. Соответственно, айтсам, қажеттік бар болса, это проблема не одного министерства, потому что порывы на сетях, сети сегодня относятся к Үкімет халықты ешқандай проблемасыз жылу жарықпен қамту үшін 130 мың шақырымнан аса инженерлік желіні жөндеу керек деп отыр. Оған 3,8 триллион теңге қажет. Премьер-министр Әлихан Смайылов бұл жұмыстарда инвестиция көмегімен жүзеге асырамыз дейді. Сондай алдағы 3-4 айда еліміздегі барлық жылу электр станциясы мен желісін тексеріп бітеді. Содан кейін барып жекенің қолына өтіп кеткен стратегиялық нысандардың тағдыры шешілмек. Аягөз Тұрсынбай, Нұржан Ықыласов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.